Баршаңызға сәлем, сіздермен Жадыра. Бүгін сіздерге осындай өте жеңіл салатын жасау жолымен бөліскім келіп тұр. Жасау жолы өте оп-оңай, әрі қарапайым заттардан жасалады. Дәмі де керемет. Жаңа жылдық дастарханыңызға қойсаңыз, сәнін келтіріп тұрады. Егер де видео қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Бізге салатымыз дайындау үшін ең алдымен капуста қажет болады. Оны жіңішке әрі ұзынша етіп, жақсылап турап шығамыз. Одан кейін ыдысымызға салып, үстіне кішкене тұзымызды сеуіп, қолымызбен жақсылап езгілейміз. Сол кезде капустамыз кішкене жұмсарып, өзінің согын шығаратын болады. Енді қиярымызды да дәл осы капуста сияқты ұзынша етіп турап шығамыз. Мен бір дана ғана қостым. Оның көлемі, капустаның да басқа да заттардың да көлемі барлығы өзіңіздің қалауыңыз бойынша сала берсеңіз болады. Енді қызанақты да дәл солай ұзынша етіп турап шығамыз. Егер сулы болғанын қаламасаңыз, ортасын алып тастасаңыздар да болады. Ал енді укробымызды жақсылап майдалап турап салатымызға қосамыз. Сіздер көк жуа немесе кинза қосқыларыңыз келсе де қоса беруге болады. Енді банкадағы кукуруздан 3-4 ас қасық қосып, тағы да араластырамыз. Үстіне қалауыңызша тұз сеуіп, майонез қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің салатымыз дайын болады. Мінекей салатымыз дайын. Көргендеріңіздей жасау жолы өте оп-оңай, әрі қарапайым заттардан жасалады. Дәмі де өте керемет болып шықты. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Егер де менің жасаған салатым сіздерге ұнаса, онда лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрі каналымдағы сообщество бөліміне өтіп, мен қойған сұрақтарға жауап бере кетіңіз.